Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, жасалу жолы оңай және де тез жасалынатын пирог жасайтын боламыз. Егер де сіз кофені қатты жақсы көретін болсаңыздар, немесе күнде бір стакан кофе ішетін болсаңыздар, онда менің осы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кофейный пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогымыз кофеге бай, өте дәмді болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен біз қазір бұл жерде пирогымызды пісіреміз. Ол үшін бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқамызды ыдысымызға жарып тұрып саламыз. Келесі кезекте ыдысымызға кішкене тұз қосамыз да, сосын 1 минуттай миксерлаймыз. Яғни бұл жерде жұмыртқамыз кішкене көтерілгенше миксерлаймыз да, сосын 250 грамм шекерімізді қосамыз. Енді осы кезде достар, шекерімізді қосып болдық, сосын миксермен жұмыртқа мен шекерімізді 5 минуттай миксерлаймыз. Бұл жерде сіздер миксерді тоқтатпай, біздің жұмыртқамыз 2 немесе 3 есе көтерілгенше миксерлауыңыз қажет. Мінекей достар, қараңыздар, бұл жерде 5 минут бойы жұмыртқаны миксерлап болдым. Сосын барып ерітілген 100 грамм сары майымызды қосамыз, және де 240 грамм бөлме температурасындағы сүтімізді қосамыз. Сүтімізбен майымызды қосып, тағы 1-2 секундтай миксермен араластырып жібереміз, немесе бұл жерде венчикпен араластырсаңыздар да болады. Келесі кезекте ұнның кезегі. Менде бұл жерде барлығы 300 грамм ұн. Осы ұнымызды міндетті түрде илектен өткіземіз. Бұл жерде 1 шай қасық ас содасын қосамыз, және де 2 ас қасық какао ұнтағын қосып араластырамыз. Достар, мына жерде мен қазір венчикпен араластырып жатырмын. Егер қазір миксермен араластыратын болсам, ұн барлық жерге шашырайтын еді. Сол үшін де бірінші осылай венчикпен араластырып аламын, ұнымыз кеткенше, сосын барып, ары қарай миксермен араластыратын боламын. Миксердің көмегімен қамырымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Ендігі кезекте кофемізді жасайық. Ол үшін бізге керегі 200 грамм ыстық су, яғни кипяток. Осы суымызға 1 шай қасық кофемізді қосамыз да араластырамыз. 1 стакан кофемізді енді осы қамырымызға құямыз да 1-2 минуттай миксерлаймыз. Достар, пирогтың толық құрамын мен видеоның астына қалдыратын боламын, сол жерден көріңіздер. Қамырымызды миксерлап болған соң, ендігі біздің соңғы ингредиентіміз уксусты қосамыз. Менде бұл жерде 9% уксус. Осындай уксусты 1 ас қасыққа құямыз да, сосын соны қамырымызға құйып араластырамыз. Мінекей достар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Біздің қамырымыз осындай сұйық болу қажет. Келесі кезекте пирог пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз, сосын қамырымызды құямыз. Қамырымызды құйған соң лопатканың көмегімен тегістеп жібереміз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пеште 165-170 градус арасында 50-55 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Пирог бұл жерде 55 минут бойы пісті. Енді осы пирогымызды толықтай суытамыз. Ал енді кофейный кремімізді жасаймыз. Ол үшін бізге керегі 33% сливки. Сосын ыдысымызға 300 грамм салқын сливкиді құямыз да, 3 ас қасық қант ұнтағын қосамыз, және де 1 ас қасық кофені қосамыз.
Бұл жерде кремімізді жақсылап тұрып миксерлаймыз. Осы біздің креміміз крем болып өзінің формасын ұстау үшін менде шамамен 5 минуттай уақыт кетті. Мінекей достар, қараңыздар, біздің креміміз дайын болды. Енді біз бұл жерде пирогымыздың үстіне барлық кремімізді жағып шығамыз. Мінекей, мына видеодағыдай қайталаңыздар. Бұл жерде кремімізді пирогымыздың үстіне қойып, сосын осылай мына видеода көрсетілгенде тегістеп шығамыз. Мен бұл жерде пирогымызды сәндегім келді. Сол үшін де менің қолымда растворимый кофе. Осы кофеден кішкентай алып, осы пирогымыздың үстіне сеуіп шықтым. Достар, енді осы пирогымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Және де сіздерге айтайын, осы кезде сіздердің кремдеріңіз сұйық болса, онда осы пирогқа кремдеріңізді жағып, сосын осы пирогтарыңызды жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоятын болсаңыздар, сосын барып алып, кесіп жейтін болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыздың кремі қатады, және де кесілген кезінде әдемі болып көрінетін болады. Мінекей достар, біздің көптен күткен кофейный пирогымызды жасап болдық. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де осыны жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.